администратордан не алам ресепшена, ключи от вашей комнаты тоже. А то вы не пустите меня. Неме ведромен барып, не үшін, оят үшін. Lake George, 4 сағат жол. Is it possible to charge the phone here? Yes, if you plug that thing This out. one? Yeah. Oh, cool. There you Thank you. All right, if you need anything, just let me know. Sure. Thank you. Appreciate that. Thank you. Good. I'm glad you liked it. Вау. Тамақ заказ бердік. Вы что взяли? А мы с Нуртиком одинаковые, но у меня более спайси, а у него менее спайси. Я попробую сейчас. Бердіңіз ма? Ал, құрметті достар, біз влогымызды бастаймыз. Біз бүгін Lake George'дамыз, George'дың көлінде. Бай қара кез қалды. Қарасаңшы, вот эта вся улица, короче, вот такая. Можем. Да. Смотрите, мы можем мына жақтан мініп, анаяққа барып қайтадан былай кетуге или былайдан былай. Мынандай парковкалар қалдырып кетсек теспейді шығар. Потом қойып кетіп, потом ұмытып қалып қойғанымызды алмай жүрмейік. Я сейчас на карте уже отметим. На жерге қойып кетейін ба? Жоғалтып алмайық мен машинамды. И так-то маленькая, да, еще? Мне нравится парковаться. Включу. Ну, чуть-чуть бывает. Даже камера не помогает. Ну, ребята, это... Надо еще 2 камеры поставить. Парковаться цанцы, ну. Осындай кішігірім үйлер. Қыстарда ондай суық емес ше? Ну, мы же приезжали зимой, не холодно. Сказал бы, не холодно было. Ондай церковьтары бар. Короче, түсінгізлеріңіз келсе, бұл ауыл ғой, короче. Ауылдың ауылы. Ауылда жер. Ауылдағылар тұрады. Осындай қарапайым тропинка, қарапайым жолдар. Әр үйде флаг. Короче, магазиндар аралап жүр. Слишком разноцветная. Қыздарский, да? Над ребенком такой горной, да? Разве как тебе Lake George? Короче, 2 года назад приезжали зимой. Да. Вот приехали летом, все. Енді жазғы Lake George'ды көруге келдік. Джордждың көлі дейді да, Джордждың көлі. Джордждың көлін көруге келдік. Прикольно, няқта тау. Сап-салқын, тамаша, екі таудың ортасы. Біз мына жаққа қыста келген кезде бәрі пустой. Сол түсінігімше мынау сезонный қала. Жазда ғана осындай ажиотаж болады, адамдар шығып келіп. Мынақты көптеген қыдыратын жерлер бар, тау бар. Ана көл жақ, в основном популярный көл жақ сияқты ғой, ә? Көл жаққа. Көлде жаңағындай қайық арендовать етсең болады. Эти дома, наверное, снимаются, да? Да, вот эти дома нужно вот с большой компанией прийти. Что вот такой просвечиваемый лес, да? У кого деньги есть, короче, они вот такой себе крутой этот строят. Причем Джайский вот так. Это, в общем, главная улица, я так понял, да? Да.
Я устал. Хочу любви, да так, что... В общем, мы здесь поснимали. Біраз кадрлар түсіріп. Көреміз монтажда әйтеуір бірдеңе шығатын шығар. Енді үйреніп жатыр дронмен түсіріп. Все, короче, влог лайф. Чувак просто начинал вот так себя снимать, ну как щеглом он еще этим страдал. Ага. И прикинь, да, из ничего сделать работу. Все, короче, бүгін Лейк Джорджда қыдырдық. Күшті жерлерді көрдік. Мә ана нағыз американецтер тұратын үйлерді көрдік. Мә ана мрачно, ой-ой. Айтамайсың енді ана үйлерді. Слишком ғой ана үйлер ше. Андай көлдің жағасында. Короче, каждый үй тұрады. И көшеден өтесің. И өзінің андай бір причалы болады. Андай, не знаю, там лодкаларын парковать етіп қояды. Жаңағындай суға түседі. Жолдары кайф, ешқандай кочка жоқ. Негізі деймін да, Американың жолдары біртүрлі, я, брат. Без кочек. Как так, да? Жоқ, сендер кочкасыз жолдарды көрдіңдер ма? Кочкасыз жолдар. Это же нереально ғой. Ойлашы, сен келатасың да жолда, машинаң айдап келатасың да, там 100-120 басып келатасың да, ешқандай кочка жоқ. Тадақ. Мүмкін біздің де ауылды жерлеріміз сондай болады шығар. Короче, көріп жатырық қарапайым Американың адамдары қалай өмір сүріп жатқандарын. Не дейміз? Күшті? В общем, бүгінгі күн осымен бітіп жатқан сияқты. Эй! Йоу, қайырлы таң! Ұйқымызды қандырып, ояндық. Примерно осындай вид үйден, біздің комнатадан. Мына жерде бассейн бар, бірақ біз оған түспедік. Не açmamыз. Ана кеше біз отырған жер, ана жақта от жағып, завтракты ішіп, екінші раундқа кетеміз ғой. Мама бізге завтрак алып келді. Біреуіне мынандай салмапты. Кім жеп көрді мынандай мандариновый? Найс. Не ол мынау? Компот па? Типа, да. Мандариновый компот кім ішіп көрді? Это топ, мне кажется. Да.
короче, прикатили таудың үстіне. И мынау ең үсті мына жер екен да. Бірақ ол жерге кіргізбейді, себебі ол жақта бір стройка жүріп жатыр дейді. Бірақ біз үшін ол не проблема, потому что бізде не бар? Бізде дрон бар. Орай күшті. Құлағымды не істеп тастады. Закладывать это. Ничего себе. Крутяк. Как? Тема. Короче, жаңа мрачный видті GoPro-ға түсірмеген себебім, менде бірақ флешка да пока. И мен, короче, сол бір флешканы тұрамын да жаңағы дронға салам, сосын дроннан алам да наған салам, короче, пока сөйтіп не істеп жүрмін. Потом флешка сатып алу керек болып жатыр, срочно соны алғаннан кейін не істеймін ғой. Бәрін түсірем. Күшті, я? Можем захватить с собой? По карману. Можно пару кубиков Воздуха с собой. Я вот так наберу и в руку До города, да? Родная березка. Что случилось? На меня напал медведь. Где вот это все? На меня напал бурундучок. Слабо. Бурундуки не нападают. Напал, просил у меня орешки. Короче, она мрачный вид-то был, она мрачный вид-то. Андай, легкая прохлада, да? Күн шықса андай ысып кетесің, бірақ терлейсің, бірақ жаңағындай күн осы бұлттың артында тұрса, бір салқын дереу андай погода өзгеріп кетеді. Жолды тамаша жасап қойған. Соны қалай адамдар үшін жасаған бәрі. Таза табиғат. Ештеңке артық, ештеңке жоқ. Тек қана сіздерге ескертулер ғана, жаңағы абай жүру үшін, бәрі халықтың жағдайы үшін жасалған. Жаңағы біз көтерілген таудың төбесінде мангалдар бар. И соның бәрі тегін халық үшін. $1 миллион пляжына келдік. Маманы өте мазалаған сұрақ, неге ол $1 миллион пляж деп аталады десе, бұл жаңағындай $1 миллион тұрады екен бәрі, значит. Has anybody had any exposure to the COVID-19? Nope, we're good. Or anybody that's had exposure or tested positive in the last 14 days? Good, thank you. Ура! $1 миллион личный сумм көреміз. На миллион. Дәмін көрсеңші. Если вы под водой $1 миллион найдете? Нет, было бы прикольно, да, если бы они сказали, где-то здесь запрятано $1 миллион. И все бы здесь ходили, да?
Все. Тимура привез сюда, брат, ищи, да? Он бы такой тегдек па. Мен түсінгенімше, мына жаққа толпой келу керек та, бір 1000 адам болды. И разделиться надо, да? Кто пойдет тут в лес, кто пойдет на пляж, кто пойдет в горы, да? Так надо. О, смотри, какая вода чистая. Су мөп-мөлдір. В общем, Хэмилтон ағамыздың фортына баратырық. Кто такой Хэмилтон? Александр Хэмилтон. Come on, guys. Я вчера только про него прочитал. Что там было? Александр Хэмилтон — это один из отец-основателей Америки, брат. Один из 7. Там, короче, есть Бенджамин Франклин, Мэдисон, Вашингтон. Да, приезжают в сезон. Да. Зимой что здесь делать, например? Почему? Лыжи же зимой. А их нельзя. Gas and electric, the shorter the game. Get the body, don't stop. Да. Алдаватор Стоп. сделали решили на мои. Я сразу сказала, на мои. Это все ради контента. Думаю, на ходу.